Әлеуметтік желіде оқушының жеке мәліметін қалай қорғау қажет? Қазір әлеуметтік желіге тіркелмеген адам кем-де-кем. Онда оқушыңыз туралы мәлімет сіз білетіннен әлде қайда көп болуы мүмкін. Оқушылар әлеуметтік желіде күн сайын дербес дерегін жариялайды, бірақ оның ары қарай қалай пайдаланатынын қадағалай алмайды. Сондықтан оларға жеке мәлімет қорғау үшін мыналарды ескерген жөн. Әлеуметтік желі парақшасы онлайн ресурс немесе қосымшаларға тіркелгенде қиын әрі сенімді құпия сөз енгізу керегін айтыңыз. Әлеуметтік желідегі аккаунтын жабық ұстауын қадағалаңыз. Сонымен қатар кез келген платформа немесе әлеуметтік желінің жеке баптаулар бөлімінде жарияланған дербес деректі бөтен қолданушылар көре алмайтындай етуге болатын оқушылардың есіне салыңыз. Ата-анасына оқушының онлайн достығындағы қолданушыларды тексеріп отыруын ескертіңіз. Мессенджерде бейтаныс адамға жауап бермеу керегін айтыңыз. Алаяқтар көбіне ұтыста жүлделі болдым деген мазмұнда хат жазып, оқушының дербес дерегін сұрауы мүмкін екенін ескертіңіз. Мекен жайын белгілеп, сурет жүктеу өте қауіпті, себебі геолокация практикада кең қолданылатынын түсіндіру қажет. Желіге жүктелген кез келген ақпарат қолданушыға зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан оқушыға желіде жеке деректерін жариялағанда сақ болуды үйрету керек.